Kızlar, kalaysızlar. Bana Aygül demalish degenden adagap kelip jiberiп bir күлүп алдым. Aygülge demalish жок. Неке жолдашым кеше магазинин осундай не алдыртып алдым. 4 не қалай айтсам екен, морозильникке қою үшін пакеттер. Обычный алдым, андай нелер емес. Неке мынау менің қатырғандарым. Осылай көрсетейін сіздерге. Мынау тәтті болгарский бұрыш. Осында мясорубкадан өткізіп, мен қазір блендерден өткіздім. Осылай пакеттерге салып қатырып тастадым неке. Мынау болгарский тәтті бұрыш. Мен 2 пакет бар менде. Одан кейін мынандай неке помидорлар. Пиццаға арналған осындай помидорлар бар мінекей. Одан кейін мына жерде кәдімгі қабығын алып тастап, турап, әдемілеп қатырған тол 2 килограмм помидоры бар мына жерде. Не қыздар, мен мынандай алып жартысын кесіп қойдым, жуып, жақсылап, қабығымен өткізін деп жатырмын. Кесіп қойдым жартысында, мынаны бағана көрсеткенде тағы домалақ етіп кесіп, мұнда қатырып қойайын деп жатырмын. Пиццаларға, сосын қыстай менемен жаңағыдай ненің табанның үстіне қойып, үстіне жұмыртқа шаққанға күшті болады. Былтыр солай жасағам, бітті олар уже. Нанды тура солай істейін деп жатырмын. 4 килограмм алған болатын, 2 килограмм мына жаққа, 2 килограмм мына жаққа бөлдім. Мынаны қазір мясорубкадан өткізген сияқты, мына жерде блендерға өткізіп, пакеттерге бөліп, бұны енді сорпаларға томат есебінде, сосын мындай соустар болатын болса, соларға қосайын деп жатырмын. Сол үшін осындай өткізейін деп жатырмын. Солай. Қыздар, неке помидорды мынандай қылып өткіздім. Дайын болды. 2 килограмм помидордан шыққаны. Енді осыны неке мынандай пакеттерге құйып, кішкене жұқалап, қатырып тастайым. Сосын шетінен алып, тамақтарға сала берейін. Керегімше. Осылай кесіп алып. Осылай. Қыздар, бағанағы нелердің барлығын жайғастырдым. Морозилкаға енді мынандай домалақ кесел дедім ғой бағанағы. Кесіп дайындап қойдым. Мынандай неге тарелкаға стрейч мындай пленка жабыстырып, ішіне осылардың үстіне тізіп шығамын қазір барлығын. Сосын осылай қатырамын. 1-2 күн осылай қатып тұрады. 2 күннен кейін барлығын жинап алып бір пакетке саламын. Сол кезде ештеңе болмайды. Бірінші осылай отдельно қатырып алу керек. Сразу қазір мен пакеттерге салып тастасам, олар бір-біріне жабысып быт-шыт болып кетеді. Вот осылай жайғастырамыз. Мінекей. Көрдіңіздер ғой? Стрейч пленканың ішіне осылай жайғастырып, осыны тура осылай морозилкаға лақтырамын. Bir gün, 2 gün қатқаннан кейін жинап алып пакеттерге салып қоямын. Оны да көрсететін боламын сіздерге.